Ardaқты dostlar, men бұл сөзді неден бастасам екен деп ойлағанда, мынандай бір жай еске түсті. Bir жан әлде бір сұхбатта көргенді айтайын ба, естігенді айтайын ба депті. Сонда сыншы тыңдаушысы көргенді айт. Себебі көрген шын, естіген өтірік депті. Алғашқы кісі өтірік пен шынның арасы қанша дегенде, әлгі сыншы екі арасы тым жақын, төрт ағелі, көзбен көрген шын, құлақпен естіген өтірік депті. Өзімшілдікпен емес, тек бір сәтке жаңағы сыншыны қостағандықтан, өз өмірімде, өз көзіммен көрген кейбір жайларыма негізейін. 6 жасар шағымда үлкен әкемнің киіз үйінде бір күні қағазға жазылған өлең көрдім. Үлкендер әндетіп, бала таулы өзіміз шырқатып жүрген ән сөзі қағаз жүзіне үнсіз, жым-жырт қонып жатыр дегенге таң болдым. Атам бұл сөз Абай ақын өлеңі дегенде әсіресе хайран едім. Ералы жайлауындағы бар ауылдарымыз өзі жоқта да сөзін көріп, тыңдап отырғаны Абайға қандай жақсы екен деп ойлап едім. Сол Абай 60 жыл өмір жасап, өлеңдері тек жазба күйде, тек жайлауларға ғана мәлім болып дүние салды. Ол менің 6 жаста көргенім еді. Ал бүгін 60 жасында сол Абай жөнінде көзбен көріп тұрғаным өзгеше шындықты айтады. Абай мұраларын өз тілінде тек қазақ қана емес, орыс, өзбек, түрікмен, тәжік, қырғыз және басқа да көп тілді отанымыздың көп көбелі өз тілінде оқиды. Абайдың өзі өмірі туралы кинофильм, опера, трагедия және 4 томдық роман жазылды. Сол роман 25 тілге аударылып, Абайдың өмірі мен дәуірін, өткен ғасырдағы халқының болмысын баяндайды. Қазақ халқының Алматыдағы академиялық опера балет театры Абай атымен аталады. Бұл менің Қазақстанда бүгін көріп тұрған жайлары. Замандастары Мұхтар Әуезовті елгезек, бауырмал, ізгілікті, сырбаз адам деп сипаттаған. Сонау балалық шағынан бастау алған шығармашылығына сүйінген. Ол Абай елінде туған. Жастайынан соның өсиеттерін құлағына сіңіріп өскен. Әуез атасының арқасында 5 жасынан арабша сауат ашқан. Абайдың аудармалары арқылы Пушкинді, Лермонтовты, Крыловты таныған. Көптеген ақындардың өлеңдері мен даналардың трактаттарын жатқа білген. 20 жасында Әуезов өзінің тұңғыш көлемді туындысы Еңлік кебекті жазды. Бұл алғашқы сәтті қадам еді. Шекспирдің Ромео мен Джульетта туралы хикаясымен желілес бұл пьеса күні бүгінге дейін қазақ театры сахнасынан түспей келеді. Өз заманында ол аса білімдар қазақтардың бірі болған. Мұғалімдер семинариясын, Орта Азия университетін, Ленинград университетін, кейінірек Ташкенттегі университет жанындағы аспирантураны тәмамдаған. Мұхтар Әуезов тұңғыш қазақ әдебиеті тарихының орыс тілі бойынша оқулықтардың авторы. Қарапайым қазақтар туралы пьесалар, әңгімелер жазды. Кейін замандастары оның кестелі тілі дала үніндей әуезді екенін айтар еді. Бірде бұл үн бірер жылға мүлдем тынып қалды.
жазушы қуғын сүргіннің алғашқы легіне ілікті. Летом 30-го года 1930 жылдың жазында ойламаған жерден НКВД қызметкерлері оны тұтқынға алды. Оған үрейлі 58-ші бап бойынша айып тағылды. Іле-шала бірталай заттары мен қағаздары тәркіленді. Ол қағаздар бүгінге дейін табылған жоқ. Ол қағаздардың арасында Мұхтар Әуезовтің бірнеше аяқталған шығармалары болған деген сөз бар. Әуезов ол шығармаларын содан қайтып қолға алмаған. 2 жыл абақтыда отырған. Одан кейін идеологиялық айыбын мойындап жазған хаты үшін жазасы жеңілдетіліп, шартты түрде тағы 3 жылға кесілген. Ол хат баспасөзде жарияланды. Еркіндіктің құны осы болды. Ал дұшпандары мен көре алмаушылар жігері жасық деген есер сөзге ерік берді. Кейін қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіндерді анықтап оқып отырып, онысы батыл адамның әрекеті болғанына айқын көз жеткіздім. Оның жазғанының астарында әжуа, әшкере жатыр, және ол байқалып та тұрады. Олар ешқандай да мойындау хаттар емес, сананың шамырқануы, ішкі қасірет емес. Бұл озбыр заманға орай туған ойын, ғажап мағыналы хаттар. Өз тағдырында ол бұндай өкіметпен, цензурамен текетірес құқайдың талайын көрді. Жазушылардың сынап мінеуі, қудалауы біресе бәсеңдеп, ал біресе үдей өршіп отырды. Әйтсе де, айыпталушы деген айдар тағылған оған Қазақ Алматы драма театрының репертуарын қалыптастыруға мүмкіндік берілді. Әуезовтің арқасында орыс, ағылшын, итальян классиктері қазақ тілінде сөйледі. Тәржімадан бөлек пьеса жазумен айналысты. Бұл тіршілік қам еді. 1934 жылы мемлекеттен алғашқы пәтерін алды. Оған да ұлттық драматургияның дамуын жіті қадағалаған Қазақ партия ұйымының басшысы Левон Мирзаянның арқасында қолы жетті. Оның пәтері опера және балет театрының тура қарсысында орналасқан болатын. Қонақжай үйді қорғаныш қылғандар жетерлік. Соғыс жылдары Әуезовтер отбасы Константин Паустовскийдің отбасын паналатқан деген сөз бар. Шартты түрде кесілген жаза 3 жылға емес 10 жылға созылды. 1937 жылғы қуғын сүргіннің 2-ші легінен Мұхтар Әуезов аман қалды. Алайда жұрт одан сырт айналды. Театр репертуарынан пьесалары алынып тасталды, өзі жұмыстан қуылды. Сол қиын қыстау кезеңде жазушы ақын Абайдың бейнесіне ден қойды. 42 жылы Абай деген атаумен алғашқы кітап та шықты. Ол осы аттас либретто және Абай әндері фильмінің сценарийін жазды. Абай. Орыс адамына Пушкин есімі қандай қымбат болса, бұл есімде қазақтың жүрегіне сондай қымбат. Абай, оның жалынды кемеңгерлігі жазушы Мұхтар Әуезовке шабыт берді. Абай ағартушы, демократ, гуманист. Соғыстан кейін Мұхтар Әуезов Қазақ Республикасы ғылым академиясының президиумына кірді. Оның Абай романы орыс және чех тілдеріне аударылды. 47 жылы эпопеяның 2-ші бөлімі жарық көрді. Космополитизммен күрес кезеңінде жазушыны заманауи тақырыптарға бет бұруға шақырса да, роман кеңестік емес, 19 ғасырдағы көшпелі халық бай манаптар туралы болып шықты. Осы еңбегі үшін Мұхтар Әуезов Сталин сыйлығын иеленді. Бұндай марапат тіпті еш кемеңгерлігі жоқ кез келген жазушы, еш кереметі жоқ кез келген шығармаға көрсетілуі ғажап емес. Ал мынау кемел туын деді. Оны сезінбеу тіптен мүмкін емес. Оған қарсы шығуға ешкімнің батылы бармаған еді. Бір қарағанда ол танымалдыққа жеткеніне бөркін аспанға атып, қуануы керек болатын деп ойлайсың. Бірақ осы жайт оған ең әуелі ендігі жерде қорғаныш болатындай, бұдан былай жаны сая табатындай бір сезім кешірген сыңайлы. Алайда уақыт көрсетіп бергендей Сталин сыйлығы оны ұлтшылдық ұраны қайта көтеріліп, қазақ зиялыларының келесі шоғыры тұтқындалған 52-53 жылдардың зұлматынан мүлдем қорғамады. Ал Әуезов тек Тәңірдің жарылқауы, тағдырдың алқауымен ғана жалған құжат жасатып, сол құжатпен билет алып, Мәскеуге ұшып кетіп, бас сауғалау мүмкіндігіне ие болды. Сол жақта оның дархан дарынның ауқымын таныған адамдар бар еді. Бұл кезге қарай ол өз абырой атағымен Қырғыздың Манас дастанын қорғап қалған Қазақстанның танымал академигі, үздік жазушысы болған еді. Мәскеуде ол 2 жылын өткізді. Университетте дәріс оқыды. Осында Абай туралы соңғы кітабын аяқтады. Бірақ ол тек 2 жылдан соң ғана жарияланды. Өйткені цензура романды жетілдіруді талап етті.
келмеске кеткен көне бабалар дәуірін дәріптеуден арылмағандығын көлденең тартты. Осылайша мәмілелесумен ақ қыруар уақыт құр кетуші еді. Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің ұлы ағартушы ақын, қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы Абай Құнанбайұлы туралы романы кеңес оқырмандарының сүйікті кітаптарының біріне айналды. Роман қазақ және орыс тілдерінде ғана емес, сондай-ақ көптеген бауырлас елдердің тілінде басылып шықты. Абай жолы романның аудармасы таза идеологиялық цензура талқысынан өтті. Оны баспадан шығарған редакторлар цензурасында бастан кешірді. Аудармашылар цензурасынан да өткен. Бірнеше жыл бұрын дәл осы Анатолий Кимге жазушының ұлы Мұрат Әуезов әкесінің ең үздік туындысының орыс тіліндегі жаңа нұсқасын жасауды ұсынған еді. Кезінде 4 томды аудару мен 5 аудармашы айналысқан болатын. Әрқайсының өз стилі болды. Нәтижесінде оның көркемдік құндылығына зор нұқсан келді деп санайды Анатолий Ким. Алғаш қолға алып оқи бастағанда мен бұл романның өзіме соншалық таныс, соншалық қымбат екенін салған жерден сезінген едім. Сөйтіп осынау ұлы романның Лев Николаевич Толстойдың соғыс пен бейбітшілік эпопеясымен үйлес екенін тап басып таныдым. Бұл бір әулеттің оқиғасы ғана емес, тарихи роман ғана емес, шынайы сезімдерді шыңдайтын роман ғана емес, бұл сондай-ақ өркениет туралы роман. Сол кезде ол осы қырынан оқылмады. Ол жеке басқа табынушылық деп қаралды. Сондықтан басқаша аударылуы да мүмкін емес еді. Осылай, 2-ші мыңжылдықтың басы 20-шы ғасырда Абай жолы эпопеясы басқаша оқылды. Бұған қоса жазушы Мұхтар Әуезовтің ғұмырбаяны ыждахаттылықпен зерттелді. Сөйтіп, тамаша адамдар өмірі сериясы аясында белгілі ресейлік жазушы Николай Анастасьевтің «Трагедия триумфатора» кітабы жарық көрді. Ол Әуезовтің өмір жолын бүге-шүгесіне дейін бүкпесіз жаңғыртып шықты. Жарты ғасыр бұрын Әуезовпен кездескен неміс жазушысы Анна Зегер соған былай деген еді: «Сіз ғажап адамсыз, тұла бойыңыз тұнған шежіре, бір өзіңіздің тағдырыңыз тарих оқулығына барабар». Бүгінде Мұхтар Әуезов туындылары ғасырларды жалғаған шежіре, алтын көпір іспетті. Бұл шежіре сұңғыла суреткер ұрпақтарына тарту еткен тұтас әлем.